міне өзіңізге осылай основа сызып аласыз ғой, жаңа қағаздан лекала сызып алғансыз. Сол лекалада міне жерден 3 сантиметр былай қойып, мына ошым менің 16-ны бүйтіп салып, былай қарай алдына 8 түсіреміз. Мен екеуін бірдей көрсетіп тұрмын. Мына иығы 12 сантиметр. Мінекей енді осыған біз стойка воротник салып көреміз. Мінекей осындай түпнұсқаны сызып аласыздар. Мына жерден 3 түсіргенмін. Бұл арқасы. Ошыны бөліп саласыз. Өз основа салып жүрсіз ғой сіз көйлегіңізге. Сол сияқты. Одан кейін былай түсіріп, 8 сантиметр алдын алып аламыз. Мына жерден 12 сантиметр төмен аламыз. Бұл сіздің түпнұсқаңызмен үйреткендегідей. Міне осы түпнұсқаға енді біз стойка воротникті салып көреміз. Міне стойка воротник салу үшін бізге осындай 8 сантиметр, мына жақта 8 сантиметр. Біз тура ортасын алып, мына бұрышқа мінерден 4 сантиметр жетпейтіндей, 4 емес, бір 2-3 сантиметр жетпейтіндей, мына жерге жазып қояйын, бір, міне, 2-5 болып тұр. 3 сантиметр жетпесе де болады. Міне ұзын линия сызып аласызда, тура ортасынан 1 сантиметр түсіріп, мынаны дөңгелектеу үшін слегка. Содан кейін бұның шириналарын 4-4 сантиметрден осылай алып, сол 4 сантиметрді бір-біріне бүйтіп қосып, мінекей стойка воротнигіміз шықты. Осы стойка воротникті қазір қырқып, лекаламызға қойып көреміз. Мінекей стойка воротниктарымызды қырқамыз, міне бұнаны бұняға қойып. Мына осы сызықпаны қырқып алдық, мынаны да қырқып алдық, мына астында осылай қырқып алдық, осындай стойка воротнигіміз шықты. Мінекей көрсеңіз, мына алдыңғы ойығы, мына артқы ойығы. Міне осы жерге қазір біз стойка воротнигімізді салып көреміз. Мінекей біздің стойка воротнигіміз шықты міне жерден. Міне тура келіп тұр, біздікі бұлай бейтіп айланып мынаған келеді. Тігісі артық болған жағдайда арт жағынан сіздер жай-жай ала бересіздер. Мінекей осылай пішіледі. Сізге ұнайтын, кейбіреулерге осы алдыңғы жағы бүтін болып келеді осылай. Оны да тура осы жағаны өзін салып тіге бересіздер. Енді алдын сіздерге ашығын көрсетейін, ол осылай болады, қазір көрсетемін. Мінекей бұл алдына қарай ашық, мерде вырез болады, міне жерге түйме қадалынады. Бұл алдын істеңіз келсе, тура осы стойка воротникті істей бересіздер. Қазір мен оны кесуін көрсетемін алдын. Мінекей мынандай стойка воротник істесеңіз, алды ашық, осылай мына жерде вырезі бар. Ол үшін мына воротнигіміздің мына жерінен 4 сантиметр алып, үстіп жұмырлап қырқып тастаймыз. Мінекей мен қырқып тастадым. Мына жерін думалақ қылып, мінекей бұл алды ашық, мынандай фасонды стойка воротник. Көрдіңіз, бір стойка воротнигіңізді алдын жабық та, ашық та қылып, артына да қаратып істей бересіз. Стойка воротниктер жобалап осылай піше берсеңіздер болады. Біздің стойка воротнигіміз міне жерден 8 сантиметр тура ортасын алып алдық та, былай қарай біз сызып алдық ұзын сызықты. Сөйтіп сол ұзын сызықты мына қақ ортасынан 1 сантиметр түсіріп, былай сәл жұмырлап аламыз. Одан кейін біз мына жерден былай қарай 4, мына жерден де 4, мына жерден де 4 алып, осы линияны бір-біріне былай қосып келеміз. Сонда біздің стойка воротнигіміз шықты. Бұл үлкендеу болуы мүмкін, ол үшін сіздер мына жақтан қысқарта бересіз арт жағынан. Алдыңғы жағын істесеңіз де, арт жағын істесеңіз де, осы өте әдемі келеді.